23 миллиарда тенге составил ущерб от коррупции в Казахстане. Это почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это беспокоит сотрудников антикоррупционного ведомства. Жолдың ақшасын жегендер. Қарағандыда Қазавтожолдың облыстық филиал басшысы Ғаділ Мұқанов пен оның орынбасары Ержан Отаров парамен ұсталды. Ал Қызылорда қалалық ішкі істер басқармасына қарасты Ақсай полиция бөлімі басшысының үстінен пара алу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Шығыс Қазақстан облысында 2 мемлекеттік қызметкер парамен ұсталды. Ірі көлемде пара алған Атбасар ауданының әкімі тергеу біткенше түрмеде отырады. Сот бүгін Андрей Никишевті 2 айға қамауға санкция берді. Үш шендінің қолына кісен тағылды. Аса ірі көлемде пара алды деген күдікке Оңтүстік Қазақстан облыстық департаменті облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бас. Жол беру, жас ұрпақтың болашағына балта шабу. Елдің болашағы жас ұрпақтың қолында. Азаматтық белсенділігіңді арттыр. Жемқорлыққа жол берме. Сыбайлас жемқорлық індет, оны жою міндет. Өспелі ұрпақ жемқорлыққа түбегейлі қарсы. Қарсымыз! Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Сіздерді қазіргі заманның ең жаһандық проблемаларының бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдастырылғалы жатқан квест апталығының ашылу салтанатында көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Добрый день! Мы рады приветствовать вас на открытии антикоррупционного квеста «Саналы Урпак», главной целью которого является привлечение молодого поколения к противодействию с проблемой современности и коррупцией. Бүгін бірінші кезең командалармен танысу өтетін болады. Команда мүшелері топтың атауын, ұранын, ерекше белгілерін ойлап тауып және квесттің алғашқы шарттарын орындамақ. И сегодня состоится первый этап знакомства с командами. На этом этапе команды подготовили название, девиз и будут отгадывать первые задачи нашего квеста. Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. Знаменитая фраза Цицерона «О времена, о нравы» как нельзя лучше отражает нашу современную действительность. Можно определенно сказать, что наша реальность такова, что в ней царят власть, деньги, воровство, насилие и коррупция. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сондықтан кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Коррупция искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому или косвенному хищению государственного бюджета и государственной собственности. Среда коррупционеров активно налаживает связи с криминальным миром, проникая во все новые и новые сферы, угрожая захватом политической власти. Бүгін біздің ортамызда бір кездері еліміздің саясатынан сыбайлас жемқорлық мәселесін жоюды мақсат етіп, және сол салада аянбай еңбек етіп келе жатқан құрметті қонақтарымыз бар. Поприветствуем наших гостей! Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола бойынша департамент басшысының бірінші орынбасары Арман Тілектесұлы Бердалин ағамыз бар.
управления образования Марина Борисовна Ли. Құрметті Арман Тілектесұлы, сізді жиналған қауымның ыстық ықыласымен сахна төріне шақырамыз. Армысыздар, құрметті ұстаздар, құрметті студенттер, сіздердің бүгінгі жасап жатқан игі ізгі іс-шараларыңыз құтты болсын. Себебі қазіргі жаңа өздеріңіз көріністен байқағандай жемқорлық, ұрлық, парақорлық бұл адамды жақсылыққа алып бармай, керісінше тұңғиыққа, құрдымға батыратын дүниелер. Сондықтан қазір президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кез келген жиынын, кез келген жолдауында ең алдымен мемлекеттің басты саясаты жемқорлықпен күрес екендігін бірнеше басып тұрып айтқан болатын. Сондықтан да бәрімізде қай салада болмасын, білім саласы болсын, денсаулық сақтау саласы болсын, ауыл шаруашылығы болсын, кез келген жерде біз осы жемқорлықтың өзі түгіл ізі де қалмауына баршамыз күш жұмсауымыз керек. Бұған жалғыз жемқорлықпен күрес агенттігі ғана емес, жұрт болып жұмылсақ қана жетістікке, жеңіске жете алатынымыз айдан анық. Ал енді қазіргі таңда Қазақстандағы барлық жоғарғы оқу орындары мен колледждерінде саналы ұрпақ деп аталатын жоба іске асып жатыр. Яғни бұл жердегі мақсат және мына осы бүгінгі квесттің де негізгі мақсаты осы жерде тәрбиеленіп отырған жастардың санасына адалдық, парасаттылық, ізгілік секілді құндылықтарды көбірек сіңіру болып табылады. Себебі осы қабырғада сіздер адам болып қалыптасатын шақтарыңыз. Егер осы жерден бастап сіз адалдықтан гөрі арамдыққа жақын тұрсаңыз, әділдіктен бұрын әділетсіздікке бой берсеңіз, онда сіздердің келешектеріңіз, бұлыңғыр болашақтарыңыз да сондай бір берекесіз болып өтеді. Сондықтан да біз осының барлығын негізге ала отыра, бабаларымыздың тіпті тәрбиені тал бесіктен бастау керек екендігін негізге ала отыра, біз осы мектептерде, университет, колледждерде осыны бастауды жөн көріп отырмыз. Сондықтан да адалдық деген ол сіздердің алдарыңызда тәлім беріп, білімін аямай, яғни еңбектеніп жүрген ұстаздардың алдындағы адалдықтан басталады. Ауылда қалып сіздердің тілеулеріңізді тілеп отырған ата-аналарыңыздың алдындағы адалдықтан басталады. Сонда ғана сіздер ертең мемлекетке де адал қызмет ете аласыздар. Бәлкім болашақ әкімдер, болашақ министрлер сіз бен біздің арамызда қазір осында отырған шығар. Сондықтан да ертең кез келген жағдайда, кез келген жаңағы дәрежеге қол жеткізгілеріңіз келсе, сіздер осы қабырғадан жүріп, осы құндылықтарды бойларыңызға сіңірсеңіздер, сіздерден керемет тұғыры биік тұлғалар шығатынына мен кәміл сенемін. Аман болыңыздар. Ұран! Теміріп тапқан теңгеде, жетіліп тапқан тиын жұғымды. Керемет, қарайсыңдар. Приветствуем вторую команду ОМП, организаторы массовых представлений. Наша команда Лига справедливости. Наш девиз. Наш девиз непобедим. Коррупции выиграть не дадим. Аплодисменты. Келесі команда КД, киім дизайнерлері. Топтың атауы адалдық ұландары. Топтың ұраны өнердің қыранымыз, адалдық ұланымыз. Жемқорлыққа жол жоқ, біздердің ұранымыз. Приветствуем команду дизайнеров интерьера. Наша команда. Антипродажи. Наш девиз. Антипродажности добьемся, с коррупцией вместе разберемся. Келесі команда БП тобы, биші педагог мамандығы, оқыту мемлекеттік тілде. Топтың атауы болашақ. Топтың ұраны Жемқорлықсыз нұрлы жол, болашаққа бастар жол.
хореографов с русским языком обучения. Наша команда «Стоп коррупция». Наш девиз «Нет коррупции, всем говорю, я деньги на пятерки у родителей не возьму». Және де соңғы команда ДТА, драма театр әртістері. Топтың атауы, топтың ұраны. Дорогие друзья, пора ознакомить вас с этапами антикоррупционного квеста «Саналы-Урпак». Но прежде чем вы узнаете о них, мы просим капитанов команд подняться к нам на сцену. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саналы ұрпақ квестінің кезеңдерімен таныстыратын кез келді. Бірақ алдымен команда капитандарын сахнаға шығуларын сұраймыз. Давайте познакомимся с капитанами наших команд, которые являются ярыми борцами за справедливость и уверенно ведут за собой своих сверстников. Ендеше команда капитандарымен таныс болайық. Әрқайсыларыңыз кезекпен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, тізгін сендерде. Бірінші киім дизайны мамандығы Ғалымжан Айшолпан. Топтың атауы «Адалдық ұландары». Первый курс педагог-хореографов. Капитан команды «Стоп коррупция» Булатова Эльнара. Бірінші курс драма театр әртісі мамандығының Атыраубаева Нурай, топ атауы әділдік сақшылары. Первый курс дизайнеров интерьера, капитан команды «Антипродажность» Степанов Кирилл. Бірінші курс биші педагог мамандығы Курмангали Жайнара. Топтың атауы «Болашақ». Первый курс организация массовых театрализованных представлений. Капитан команды Лига справедливости Мухаммедалиева Шахерезада. Бірінші курс театр ұжымының жетекшісі Шакиров Дәулен және жас Алаш капитаны. Құрметті капитандар, қазір сіздерге құпия сөз жасырылады. Сіздердің мақсаттарыңыз сол сөзді табу. Сіздерге ойланып толғануға 3 минут уақыт беріледі. Вы получили зашифрованный текст с названиями этапов квеста, и ваша задача разгадать их за 3 минуты. Ендеше командаластарыңыздың қасына жайғаса берулеріңізге болады. Ендеше командалар дайын болғанша дейін сіздердің құрметтеріңізге 4-ші туш тобының білім алушысы Садуақас Тұрар туған жер әнін тарту етпек. Қабыл алыңыздар. Антикоррупционный квест «Игра Саналы-Урпак» включает в себя 5 этапов. Экранға назар аударып отырыңыздар. Первый этап сегодня уже пройден. Давайте узнаем, как же называются остальные. Командалар, екінші кезеңнің атауын таптыңыздар ма? Бірінші КД адалдық ұландары командасынан сұрап көрейік. Екінші кезеңнің атауы «Академиялық адалдық». Өте дұрыс. Капитан команды «Первый ОМП». А как же вы расшифровали? Академическая честность. Правильно. Дұрыс. Екінші кезең академиялық адалдық деп аталады. Ол 23-ші ақпан күні өтетін болады. Әр команда үшін реферат жазу кезінде плагиат, жалған анықтамалар, лауазымды тұлғаларға пара беру және тағы басқа тақырыптарда тапсырмалар дайындалды. Сіздердің міндеттеріңіз сыбайлас жемқорлық әрекеттерін анықтау және негіздеу. Второй этап, который пройдет 23 февраля, называется «Академическая честность». Для каждой команды подготовлены задачи на такие темы, как плагиат при написании реферата, поддельные справки, взятки должностным лицам и многое другое. И ваша задача определить и обосновать коррупционные действия. Капитан команды «Первый ДИ» – антипродажность. Как же называется третий этап? Нет коррупции. И это правильный ответ. Жақсы, мына жақта әділдік сақшылары командасынан сұрап көрейік, қалай деп ойлайсыздар? Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Өте дұрыс.
Үшінші кезеңде 23 ақпан күні өтеді. Атауы «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» карикатурасы. Командалар бірлесіп, сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ тақырыбында карикатура жасайды және суреттің өзектілігін негіздей отырып, өз жобасын қорғайды. Третий этап «Карикатура. Нет коррупции» пройдет также 23 февраля. Здесь команды сообща будут создавать карикатуру на тему «Нет коррупции» и защищать свой проект, обосновывая актуальность рисунка. Келесі кезең, төртінші кезеңнің атауы қалай деп ойлайсыздар? Жас алаш тобынан сұрап көрейік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі қағидалары. Өте дұрыс. Төртінші кезеңде 23 ақпан күні өтеді. Атауы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі қағидалары» викторинасы. Қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі заңдары мен қағидаларын білуде сайысқа түседі. Четвертый этап будет проходить также 23 февраля. Викторина «Основные принципы антикоррупционной политики». Участники будут соревноваться в знаниях основных законов и принципов антикоррупционной политики. Давайте узнаем у наших педагогов-хореографов, как же называется последний, заключительный этап. Капитан команды 1 ПХ с русским языком обучения. Какой вред несет коррупция современному обществу? Правильно, өте дұрыс. Бесінші кезең, ақтық кезең 3 наурыз күні өтеді. Атауы «Сыбайлас жемқорлық қазіргі қоғамға қандай зиян келтіреді» атты инсценировка дайындаулары керек. Сахналық көрініс 3 минут көлемінде болуы тиіс. Әртүрлі көркемдік құралдарда өздерінің қиялдарын және шығармашылық потенциалдарын пайдалану арқылы жүзеге асырады. Бұл кезең аяқталғаннан кейін квестті қорытындылаймыз. Завершающий 5-й этап пройдет 3 марта. Командам необходимо будет подготовить инсценировку на тему «Какой вред несет коррупция современному обществу» длительностью 3 минуты, используя различные художественные средства, фантазию и, конечно же, свой творческий потенциал. А также будут подведены итоги нашего квеста. Сонымен капитандарды орындарына шығарып салайық. Спасибо капитанам наших команд. Вы все ответили правильно. Просим вас занять место в зрительном зале. Командалар барлық сұрақтарға дұрыс жауап беруге тырысты. Тағы да бір қолдап қойсаңыздар капитандарды. Біздің еліміздің болашағы зор. Барлық қиыншылықтардан сүрінбей өте аламыз деп сенеміз. И мы рады, что наша молодежь неравнодушна к данной теме и готова рваться в бой с нечестностью и познавать новые грани светского правового государства. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдастырылып отырған квест апталығы ашық деп жариялаймыз. До встречи команды 23 февраля на следующих этапах антикоррупционного квеста Саналы Ұрпақ. Удачи! Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәттілік серіктеріңіз болсын.